Бүгін ауызашарға Азербайжан асханасының дәмді тағамы шпинат пен ірімшік қосылған кутабый пісірдім. Қазақша атауын таппадым, білсеңіздер видеоның астына жазып қалдырыңыздар, өте дәмді болып шығады екен. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Суға тұз, май, ұнды салып, қамыр илеп, 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Пиязды майдалап турап аламыз. Шпинаттарымызды тазалап жуып, оны да майдалап тураймыз. Ірімшікті өкіштен өткізіп аламыз. Қызып тұрған табаға сары майды салып, пиязды салып, қуырып аламыз. Үстіне шпинатты салып, тұз, аздап қара бұрыш салып, бір араластырып аламыз. Бөлек ыдысқа салып суытамыз. Суығаннан кейін ірімшікті салып араластырамыз. Қамырымызды теңдей 8 бөлікке бөліп аламыз. Думалақ зуалалар жасап, 5-10 минутқа тағы да тындырамыз. Қамырымызды жұқалап жайып аламыз. Ішіне салмасын салып, дәл видеодағыдай түйіп аламыз. Шеттерін, артық бөлігін кесіп алып тастаймыз. Қызып тұрған табада екі шетін қызартырып, баяу отта пісіріп аламыз. Ыстық кезінде үстіне сары май жағамыз. Осымен біздің өте дәмді тағамыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.